Бұл үйде сен келін емессің. Бұл үйде сен келін емессің, түсіндің бе? Қаламға сапай осы сөзді Айгүлге алғаш рет айтқанда, ол оны жай ашумен айтылған бір ауыз сөз деп қабылдаған. Бірақ уақыт өте келе, Айгүл бұл сөздің үкім екенін түсінді. Қаламқа сапай күйеуі Ерланның анасы. Өз айтқандай өмірді көрген, оттан да, судан да өткен әйел. Бірақ сол өмір көргендігі келінін жаншудың, езудің, кемсітудің құралына айналғанын Айгүл кейін білді. Алғашында бәрі басқаша болған. Енесі операциядан кейін аз уақытқа ғана деп көшіп келген. Айгүл түсінді. Адам ғой, қиналған соң көмектесу керек. Өз анасындай күтті. Таңертең шайын берді, дәрісін уақытында ішкізді, тамағын бабымен жасады. Бірақ Қаламға сапайдың көзіне ештеңе ұнамайтын. Бұлай шай қимайды. Қызды тым еркелетіп жібердің. Еркектің көйлегін сен емес, ол өзі шешуі керек. Тамақты дәмсіз қыласың. Үйдің берекесін қашырдың. Күн сайын, таңнан кешке дейін. Айгүл кейде тіпті тыныс алуға қорқатын. Бірде үнсіз қалса, мінез көрсетіп отыр дейді. Бірде жауап берсе, аузынды жап дейді. Ал ең сорақысы, енесінің бәрін Ерланға бұрмалап жеткізу еді. Балам, сен жоқта бұл үйдің күйі адам шошырлық. Тамақты далаға тастайды. Қызыңды тыңдатпай өсіріп жатыр. Сені сыйламайды. Ерлан жұмыстан шаршап келгенде, үйде жиналып тұрған уды бірақ жытатын. Айгүл ақталуға тырысатын. Бірақ Қаламға сапай жымиып қана қоятын. Ол жымиғанда Айгүлдің бойын мұз қарып өткендей болатын. Мен жамандық ойламаймын дейтін енесі. Тек баламның бақыты үшін. Ал шын мәнінде ол бұл үйде келін емес, артық адам бар екенін дәлелдегісі келді. Бірде Айгүл жұмыстан шаршап келіп, диванға отырып қалған. Сол сәтте Қаламға сапай, мен сенің жасында таңғы 5-те тұрып, сиыр сауып, бала бағып, үй жинайтынмын. Ал сен диванда отырсын деді. Айгүл үндемеді. Үндемеген сайын енесі күшейе берді. Ал Аружан, 6 жастағы қыз бәрін көріп, бәрін сезіп өсті. Әжесі анасына ұрысқанда, ол анасының артына тығылатын. Әже, мама жыламасыншы дейтін. Бірақ Қаламға сапай үшін бұл да жеткіліксіз еді. Мына қызды да дұрыс тәрбиелемей жатырсың. Ертең саған тартса, обал болады, деп күйеуінің көзінше айтатын. Айгүл сол кезде алғаш рет осы үйден кету керек екенін ойлады. Бірақ қайда? Ақша жоқ, барар жер жоқ, бала бар. Ал сол кеште бәрі шегіне жетті. Ерлан кенеттен жұмыстан келіп қалды. Үйге кіре сала анасының бөлмесіне кіріп кетті. Жарты сағаттан соң ас үйге шыққанда, оның жүзі суық еді. Сен бұл үйде кімсің өзі? Деді ол. Жиналда кет. Ал Қаламға сапай оның артында тұрды. Жеңген адамның күлкісімен. Мен айттым ғой балам, деді сыбырлап. Бұдан түк шықпайды. Сол түні Айгүл тек қорлықтан емес, баласының болашағы үшін жылады. Қорапқа зат салғанда, енесі асықтырып тұрды. Тезірек, кеш боп барады. Есіктен шығарда Қаламға сапай соңғы рет айтты. Біз онсыз да күн көреміз. Сенсіз де өмір жалғасады. Айгүл бұрылып қарады. Иә, деді баяу. Бірақ бәрі бірдей емес. Бұл әлі бастамасы ғана еді. Айгүл есіктен шыққанда артына қарамауға тырысты. Өйткені артқа қараса, әлсіздік басып кететінін білді. Подъезд суық еді. Жарығы әлсіз шам дірілдеп жанып тұр. Қабырғалардағы ескі жазулар, сызаттар, бөтелке сынықтары. Бәрі дәл қазір оның ішкі күйіндей быт-шыт. Аружан анасының қолын қатты қысып ұстап алған. Анашым, біз енді үйге бармаймыз ба? Деді ол сыбырлап. Айгүлдің тамағына өксік тығылды. Біз басқа үйге барамыз, жаным, деді ол барынша сабыр сақтауға тырысып. Бізге тыныш болатын жерге. Бірақ өзі де қайда барарын білмейтін. Ол енеден көрген қорлықтың бәрі бір сәтте көз алдынан өтіп жатты. Қаламқа сапай ешқашан айқайламайтын. Оның қаруы үнсіз кемсіту, мысқыл, ұлы сөз еді. Таңертең Айгүл ас дайындап жатқанда, бұны Ерлан жемейді дейтін. Ол ондайды жақсы көрмейді. Ал Ерлан кешке келгенде, мама, мен бәрін жеймін ғой, десе, мен сенің денсаулығыңды ойлап тұрмын деп жауап беретін.
Баланың көзінше, сенің анаң жүйкесі жұқа дейтін. Әйел адам мықты болу керек. Айгүл кейде түнде жастықты бетіне басып жылайтын. Жылағанын ешкім көрмесін деп. Өйткені жыласа әлсіз, үндемесе кінәлі. Ең ауыры, Ерланның бірте-бірте анасының сөзіне көбірек сену еді. Мама бекер айтпайды дейтін ол. Сен де өзіне қарасаңшы. Айгүл сол кезде өзін адам емес, артық жүк сезінетін. Аялдамаға жеткенде жаңбыр ұлпа қарға айналған. Аружан қалтыраттыр. Айгүл оның үстіндегі жұқа күртешесін көріп, жүрегі сыздады. Өзінің жылы күртесін шешіп, қызын орап алды. 3000 теңге, деп ойлады ол, қалтасындағы ақшаны сипап. Бір түнге де жетпейді. Сол кезде бір әйел оларды байқап қалды. Жасы 60-тар шамасында, жүзі жылы. Қызым, баламен далада тоңып тұрсыңдар ғой, деді ол. Кел отырыңдар. Бұл Әмина апай еді. Айгүл алғаш рет бөгде адамға бар шындығын айтып берді. Айтып отырып, өзі де таң қалды. Қанша уақыт бойы ішінде сақтап келген ауырлық біртіндеп сыртқа шықты. Кейде, деді Әмина апай басын шайқап. Ене емес, жау болады екен. Ол сөзді айтқанда Айгүл көз жасын тия алмады. Автобуста Аружан ұйықтап кетті. Айгүл оның басын құшағына алып отырды. Қыздың тыныш демалғанын тыңдап отырып, ол өзіне уәде берді. Қандай қиын болса да, мен баламды ешкімге таптатпаймын. Мен қайта тұрамын. Жатақхана ескі болса да жылы еді. Бөлме кішкентай, бірақ таза. Керезеден нан зауытының шамдары көрінеді. Уақытша ғана, деді Айгүл өзіне. Бірақ бұл бастама. Сол түні ол алғаш рет тыныш ұйықтады. Енесінің ауыр демі жоқ. Кекесінде көзқарас жоқ. Айқай жоқ. Ал келесі күні теледидардан әлеуметтік бағдарлама жүріп жатты. Бағдарламада әйелдер тағдыры туралы айтылды. Экранда Айгүлдің суреті шықты, баласымен бірге. Күйеуімен енесінің қорлығына шыдамай, баласымен көшеде қалған ана, деп диктор айтты. Қаламқас апайдың қолындағы шай кесесі дірілдеп кетті. Бұл сол емес пе? Деді ол сыбырлап. Ерлан үнсіз қалды. Ал Айгүл сол сәтте жатақхананың кішкентай бөлмесінде қызына ботқа беріп отыр еді. Ол теледидарды көрмеді, бірақ ол енді бұрынғы Айгүл емес еді. Қаламқас апай сол күннен бастап мазасыздана бастады. Теледидардағы сюжет оның жанын жай таптырмады. Көрші көлемнің бәрі көргені анық. Ол мұны сезді. Телефонда тым-тыныш. Әдетте күнде хабарласып тұратын туыстардан ешкім қоңырау шалмады. Ерлан, деді ол бір күні таңертең. Анау бағдарламадағылар өтірік айтқан. Келінің өзі кетіп қалды. Біз ешкімді қуған жоқпыз. Ерлан үнсіз шайын ішіп отырды. Бұрын ол анасының әр сөзіне басын изейтін. Ал қазір ішінде бір нәрсе мазалай бастады. Теледидардағы Айгүлдің түрі көз алдынан кетпеді. Шаршаған, бірақ сынбаған. Қасында қорыққан емес, анасына сеніп тұрған бала. Апа, деді ол баяу. Сен оған не айттым? Қаламқас апайдың қабағы бірден түйілді. Не деген сұрақ бұл? Мен саған тек шындықты айттым. Ол әйел емес дедім бе? Дедім. Өйткені солай. Үй ұстай алмады, сені бай қыла алмады. Бірақ сен... Ерлан сөзін жалғастыра алмай қалды. Сен бәрін ұшықтырдың ғой. Мен бе? Қаламқас апай дауысы көтеріліп кетті. Мен сен үшін өмірімді арнадым. Әкең ерте өлді, мен сені жалғыз өсірдім. Ал сен бір әйел үшін анаңа қарсы шығайын дедіңге. Міне осы сәтте бетперде сыпырылып түсті. Бұл енді баламның бақыты туралы емес еді. Бұл бақылау, билік, иелік ету туралы болатын. Қаламқас апай әрдайым Ерланды өзінікі санаған. Әйелі уақытша. Келін артық. Немере құрал. Айгүл соны кеш түсінді. Ал сол уақытта жатақханада да шындықтар ашылып жатты. Әмина апай Айгүлге бір күні шай үстінде айтты. Қызым, мен сенің енеңді білемін. Айгүл селк ете қалды. Қалай? Бұрын осы зауытта істеген. Бірақ көп тұрақтамады. Әйелдермен сыйыса алмады. Бәрін өзіне бағындырғысы келетін. Сосын тағы бір ауыр шындықты айтты. Ол бұрынғы келінің де болған. Ол да баласымен кеткен. Бірақ ол кезде ешкім сенбеді. Айгүлдің жүрегі су ете қалды. Яғни, мен бірінші емеспін бе? Жоқ қызым,
Сен тек соңғысысың. Сол сәтте Айгүл түсінді. Бұл жеке кек те емес, кездейсоқ ашу да емес. Бұл жүйелі зұғындық еді. Ал Қаламқас апайдың өзі ше? Оның маскасы толық шешілген сәт күтпеген жерден келді. Бір аптадан соң Ерланның әпкесі Гүлнұр келді. Ол телебағдарламаны көріп, шыдай алмаған. Апа, деді ол ашық. Сен тым асып кеттің. Сен де солардың жағына шықтың ба? Деді Қаламқас апай ызаланып. Бұл сенің келінді тәрбиелеуің емес. Бұл қорлық. Сен Айгүлді емес, баламды да сындырып жатырсың. Мен онсыз да өмір сүремін, деп айқайлады Қаламқас апай. Ол келіндер кетеді, ал ұлым менде қалады. Сол сәтте Ерлан бәрін түсінді. Жоқ апа, деді ол ауыр күрсініп. Мен сенде қалмадым. Мен жай ғана қашып жүріппін. Бұл сөз Қаламқас апайды есеңгіретіп жіберді. Ал Айгүл сол кезде басқа қалаға жұмысқа ауысу туралы ойлап отырған еді. Ол енді қорықпайтын. Өйткені шындық ашылды. Ене емес еді. Ол отбасыны іштен ірітетін адам еді. Ал Айгүл енді құрбан емес. Алғашқы күндері Айгүлге тыныштықтың өзі оғаш көрінді. Ешкім ұрыспайды, ешкім мысқылдамайды. Таңертең ас үйге шыққанда біреудің қабағына қараудың қажеті жоқ. Жатақхананың кішкентай бөлмесінде Айгүл алғаш рет еркін дем алды. Терезеден таңғы жарық түсіп тұр. Аружан үстелдің жанында отырып, қарындашпен сурет салып отыр. Қыздың жүзінде қорқыныш жоқ. Бұл Айгүл үшін ең үлкен жеңіс еді. Анашым, мұнда әже айқайламайды екен, деді Аружан бір күні. Бұл сөз Айгүлдің жүрегін ауыртса да, бір жағынан дұрыс шешім қабылдағанын дәлелдеді. Айгүл нан зауытында жұмысын бастады. Алғашында қиын болды. Қолдары жарылып кетті. Арқасы ауырып, кешке аяқтары сыздайтын. Бірақ ол ешкімге шағымданбады. Себебі бұл жерде оны ешкім қорламайтын. Әмина апай мен Тамара Серік қызы оны қолдап жүрді. Сенің көзінде бір нәрсе бар, дейтін Тамара апай. Сен әлі ашылмаған адамсың. Айгүл кешкісін Аружан ұйықтаған соң ескі дәптерін алып сурет сала бастады. Бір кезде өзі армандаған дүниелер қайта тірілгендей болды. Түстер, бейнелер, тыныштық. Бір күні зауытқа әлеуметтік жобамен келген бір ер адам Айгүлдің суреттерін байқап қалды. Бұларды сен салдың ба? Деді ол таңғалып. Иә, жай ғана, деді Айгүл қысылып. Ол адам Мұрат еді. Алматыдан келген дизайнер. Ол Айгүлге онлайн курсқа қатысуды, жұмыстарын жариялауды ұсынды. Бұл Айгүлдің өміріндегі алғашқы мүмкіндік болды. Айлар өтті. Айгүл біртіндеп басқа адамға айналды. Өйгі тік, көзі нық, дауысы сенімді. Аружан мектепке барды. Қыз күлуді үйренді. Түнде шошы боянбайтын болды. Ал Ерлан кейде хабарласып тұрды. Айгүл қысқа ғана жауап беретін. Өйткені оның ішіндегі ауырлық кеткен еді. Мама, біз бақыттымыз ба? Деді бір күн Аружан. Айгүл жымиды. Иә жаным, біз тынышпыз. Ал тыныштық бақыттың бір түрі. Көктемде Айгүл Алматыға көшті. Жаңа жұмыс. Кішкентай, бірақ жарық пәтер. Қабырғада өз суреттері. Телефон кейде үнсіз қалатын. Бірақ Айгүл енді жалғыздықтан қорықпайтын. Өйткені ол өзін тапты. Ал бір кеште ол терезе алдында тұрып, өткен өмірін еске алды. Қорлықты, көз жасты, үмітсіздікті. Рахмет, деді ол іштей. Мен осының бәрінен өтіп, өзіме келдім. Ал Қаламқас апай ше? Ол әлі де өткенмен өмір сүріп жүреді. Ал Айгүл болашақпен. Күздің ашық күн еді. Алматы бұрынғыдай қарбалас. Бірақ Айгүл үшін бұл қала енді бөтен емес, үй болатын. Ол көрме залына асығып келе жатты. Ақ қабырғаларда оның суреттері ілінген. Әр сурет оның өткен өмірінің бір үзігі. Үнсіз жылаған түндер, қорланған күндер, үмітсіздікпен қайта туған сенім. Көрменің аты да жай емес еді. Тыныштыққа апарар жол. Аружан анасының қолынан ұстап тұр. Ақ көйлегін киіп алған. Көздері жарқырап кеткен. Анашым, мына суретті мені салдың ба? Деді ол бір бейнені көрсетіп. Иә жаным, сен менің жарығымсың, деді Айгүл. Сол сәтте залдың есігі ашылды. Айгүл оларды бірден таныды. Ерлан, Қаламқас апай.
Енесі қатты өзгеріпті. Бұрынғы паңдық жоқ. Иығы түсіп кеткен. Көзінде үрей бар. Қасында тұрған Ерлан да өзіне сенімсіз. Олар Айгүлге жақындады. Айгүл, деді Ерлан даусы дірілдеп. Мен, кешір. Айгүл қолын көтеріп оны тоқтатты. Кешірім, өткенге керек Ерлан. Мен қазір басқа өмірдемін. Қаламқас апай сөз қосты. Мен бәрін сен үшін істедім деп ойладым, деді ол сыбырлап. Баламды сақтағым келді. Айгүл алғаш рет оған сабырмен қарады. Жоқ апа, деді ол анық. Сіз баланы емес, билікті сақтағыңыз келді. Ал махаббат қысыммен болмайды. Бұл сөз Қаламқас апайдың ең соңғы қорғанын құлатты. Ол үнсіз қалды. Залға жиналған адамдар олардың кім екенін білмеді. Бірақ әділдіктің салмағы ауада сезілді. Айгүл сөзін жалғастырды. Мен сіздерге ашулы емеспін. Өйткені мен жеңдім. Мен өзімді таңдадым. Мен баламды қорғадым. Ол Аружанға қарады. Қыз анасына күлімдеп тұрды. Бұл менің отбасым, деді Айгүл. Ерлан басын төмен салды. Ол бәрін кеш түсінді. Ал Қаламқас апай сол күні үйіне жалғыз қайтты. Айгүлдің өмірінен олар сол жерде бір жола шығып кетті. Кешке қарай көрме жабылған соң, Айгүл баласымен бірге керез алдында тұрды. Қала шамдары жымыңдайды. Анашым, сен жыламайсың ғой енді, деді Аружан. Айгүл қызын құшағына алды. Жоқ жаным, енді жыламаймын. Өйткені біз қорықпаймыз. Сол түні Айгүл күнделігіне соңғы жолды жазды. Мен біреудің келіні болудан шықтым. Мен өз өмірімнің иесімін. Жарық сөнді. Тыныштық орнады. 10 жылдан кейін. Алматы тағы да күзге енді. Сол баяғыдай ағаштар сарғайып, көшелерде адамдар асығыс жүріп жатыр. Бірақ Айгүл үшін уақыт енді асықпайды. Ол өмірдің ырғағын өзі таңдайды. Ол қазір 40-та, жүзі тыныш. Көзінде шаршау емес, даналық бар. Бір кезде жастығына жасырынып жылаған әйелден ізде қалмаған. Айгүлдің жеке студиясы бар. Қабырғаларында оның суреттері. Олар Қазақстанның әр қаласында өткен көрмелерден кейін осында жиналған. Кейбірі шетелге де кеткен. Ең танымал жұмысы үнсіздік. Ол суретте бір әйелдің арқасы ғана көрінеді. Бірақ сол арқаның өзі бәрін айтып тұрғандай. Айгүл кейде сол суретке қарап тұрып, өзіне күлімсірейді. Мен соның бәрінен өттім деп. Ал Аружан қазір 16-да. Бой жетіп қалған. Дауысы анық. Көзі тік. Ол анасына ұқсайды. Бірақ ішінде әлде қайда еркін. Анашым, мен заңгер болғым келеді, деді ол бір күні. Әйелдер мен балаларды қорғайтын. Айгүл сол сәтте көз жасын әрең ұстады. Бұл оның өміріндегі ең үлкен марапат еді. Сенің жүрегің таза, деді ол қызына. Соған адал бол. Олар бірге шай ішіп отырады. Үйде айқай жоқ, кемсіту жоқ. Кек әңгіме, күлкі, тыныштық. Ал өткен өмірше. Ерлан туралы Айгүл анда-санда ғана еститін. Ол басқа қалада, жұмыс ауыстырған. Екінші рет үйленген, бірақ бақыт таппаған деседі. Айгүл бұл ақпаратқа енді еш сезімсіз қарайды. Өйткені кешірім де, өкініш те артта қалған. Қаламқас апай болса, ол қазір жалғыз тұрады. Көршілері сирек келеді, телефон үндемейді. Немересін 10 жылда бір-ақ рет көрген. Сол кезде де Аружан салқын ғана амандасқан. Қаламқас апай сол сәтте түсінді. Билікпен ұсталған бала мәңгілікке кетеді. Бір күні Айгүлге хат келді, қысқа ғана. Айгүл, мен бәрін кеш түсіндім. Бірақ уақыт қайтпайды екен. Қызыңды дұрыс өсіргеніңе рахмет. Қаламқас. Айгүл хатты үнсіз оқып шықты да, керезе алдына қойды. Жауап жазбады. Өйткені кейбір әңгімелер жауапсыз қалуы тиіс. Кешке Аружан қасына келіп отырды. Анашым, сен ешқашан қорықпайсың ба? Айгүл жымиды. Қорыққанмын, бірақ қорқыныштан өтіп кеттім. Ал бақыт деген не? Айгүл ойланып алды да айтты. Бақыт сені ешкім сындырмайтын жер. Және сенің өзіңді сатпауың. Сол түні Айгүл балконына шығып, қалаға қарады. Жарықтар жымыңдайды. Өмір жалғасып жатыр. Ол ішінен бір ғана сөз айтты. Мен аман қалдым. Мен өзімді таңдадым. Мен жеңдім. Жел баяу есіп тұрды.
Ал Айгүлдүн жүрөгү тыныч еді.